Астана аренаға келе жатырмыз. Астана мен Ордабасы арасындағы керемет матчтың куәсі боламыз ба десек, жоқ, біз бүгін цирк көретін сияқтымыз. Неге десеңіздер, Ордабасы екінші құрамын шығарған екен. Тіпті Исламхан бүгінгі ойынға қатысатын ойыншылардың тізімінде жоқ. Ордабасының капитаны Асқат Тағыберген қосалқы құрамда отыр. Қақпада Бекхан Шайзада емес, Мұхамеджан Сейсен шығыпты. Бұл не жоспары? Ордабасы бас бапкер бұндай шешімге өздігінен келмейтіні белгілі. Бәлкім бір біздің Қазақстан премьер лигасының жұмыртқасына ұстап отқан біреу бар еді ғой. Сол адамның дегені болатын секілді бүгін. Өкінішке орай, ойынның тағдыры белгілі секілді, бірақ ойын қалай болады, көрейік. Кезекті бұрыштама добы қазір Елхан Астановтың допты аяғын астынан жұлып алды қорғаушылар. Ал Елхан қазір өзінің бұрын командасына қарсы ойнап жатыр. Тағы бір бұрыштама көрейік, стандарттың барлығы қауіпті қазақ футболында. Мұхамеджан Сейсен алғашқы сайыбын жасады, және ол Астанаға қарсы. Қазір ғана бұл матчтағы Ордабасының ең қауіпті шабуылы орын алды. Алайда Ордабасы шабуылшының баспен бағыттаған соққысы қақпадан сәл ғана қиыс кетті. Астана деген жанкүйерлерді көріп отырсыздар. Елордалық жанкүйерлер өз командасын қолдайды, өз командасының жеңісіне сенімді. Өткен жолы Ақтөбеге ұтылғанын білесіздер, сондықтан бүгін екі ойын қатарынан жеңілсе, бұл жанкүйерлерге де қиын болатыны белгілі. Ал міне қазір ең қауіпті сәт дәл осы ойындағы Абат Айымбетовтің бағыттаған соққысы қақпа бағанынан қайтты. Мұхамеджанның да саусағының ұштар тигенін байқап қалды топқа. Сонымен Астана Ордабасы кездесуіндегі алғашқы тайм артта қалды. Есеп 0-0. Қызықтың бәрі екінші 45 минут барысында орын алатын секілді. Көрейік, голдар көреміз, бәлкім әлде бір драма, алдын ала жазылған сценарийдің куәсі боламыз ба, онда уақыт көрсетеді. Ендеше бізден бірге болыңыз. Абат Айымбетовтің пасын керегіне жарата білген, қажет кезде керек жерден табыла білген Марин Томасов қазір командасын алға шығарып отыр. Ал бұл жерде ойыннан тыс қалды деген төрешілер шешім шығаруда. Офсайд, гол есепке алынбады. Міне қазір ғана гол есепке алынды. Және Марин Томасов ойынның 64-ші минутта елордалықтар алға шықты. Есеп 1-0. Ордабасыға бүгін жеңіс керек пе жалпы? Тең нәтиже. Кімге керек бүгінгі ойынның жеңісі? Астанаға керек. Ендеше Астана ұтып жатыр. Ары қарай қалай болады? Ойынның негізгі құрамындағы ойыншылар тізімін көрген жанкүйерлер Асқат Тағыберген қайда деп сұраған.
Асхатты іздесеңіздер, Асхат міне қазір қосалқы құрамнан ойынға қосылуға жақын, өзінің шиткісін киіп жатыр. Ал ойынның дәл қазір 67-ші минут өтуде. Астана командасы қазір Бабаян бапкер, бүгін өзінің туған күнін тойлап жатқан бапкер, жеңіп жатқан команданың бапкері 3-1 ойыншысын бірден алмастырды. Абат Айымбетовтың орнына Дембо Дарбо шығып отыр қазір. Сол секілді Астановты алаңнан кетті, Пропакемов шықты. Ал Ордабасының басты ойыншысы Асхат Тағберген, команда капитаны әлі қосалқы құрамда. Бүгінгі кездесу барысындағы жанкүйерлерді де байқап отырсыздар. Міне елордалық жанкүйерлер Астана аренаның тек бір қапталында Е секторы жағында орналасқан. Ал мына W секторы жағында ешкім жоқ, себебі бұл жаққа билет сатылмады. Менің білуімше бүгінгі билеттер сататын сайтты көргенімде билет көрмедім. Ал енді Астананың шабуылы! Гол! 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 Автогол! Өз қақпасына соғып алды Ордабасының қорғаушысы. Дәл бұлай, гол соғу қалай бұл? Бұл қалай болды? Мұнаны менің көзім конъюнктивит болып дұрыс көрмеген жоқ па? Қалай болды бұл? Қалай мынандай болды? Өз қақпасына соғуы мүмкін. Мамалатып жібердің ғой сен өз командаңды. Ал гол соққан Марин Томасов деп жатыр ал. Ордабасының негізгі ойыншылары алаңға шықпады дегеннің барлығын бағанан бері айтып жатырмыз ғой. Одан мүйіз шығатын болса, мүйізде сүйелде шықса, басқа біреулерге шығу керек шығар. Дәл осындай шешім шығарған. Ал Ордабасылық жанкүйерлер дәл осындай не айтуға болады? Дәл осындай қатыгездік па, дәл осындай сорақылыққа лайық пе? Астана командасының жанкүйерлері ше, өз командасының осындай жеңісін көруге лайық па? Қай команда жанкүйерсіңдер? Астана! Ордабасы! Ең мықты команда қандай? Астана! Ордабасы! Ойын қалай болды бүгінгі? Алға Астана! Вперед Астана! Алға Астана! Вперед Астана! Бұл елордалық команданың жас жанкүйерлері, бүлдіршіндер, балақайлар, кіршіксіз пәк, көңілдерінде ешқандай қаяу мұң жоқ жанкүйерлер. Олар бүгінгі ойында таза, әділ ойын өтіп жатыр дегенге сенімді. Біз де соған сенгіміз келеді, иланғымыз келеді. Бірақ қалай сен маусымдағы ең тағдыркесті ойындардың бірі, басты қарсыластарыңның бірі, бас жүлдеден басты бәсекелестеріңнің бірі Астанаға қарсы өзіңнің негізгі ойыншыларын қосалқы құрамға қалдырасың. Қалайша Бауыржан Исламхан ойынға шықпайды. Қалайша Асхат Тағберген қосалқы құрамда қалады. Қалайша Ордабасы қосалқы қақпашысын алаңға дәл осы ойында шығарады. Көп сұрақ бар, жауап жоқ. Кездесудің 85-ші минут өтуде есеп 2-0. Астаналықта, Ордабасылықта бас бапкерлер ойыншыларды алмастырды. Асхат Тағберген секілді алаңға ойыншылар шықты. Марин Томасовтар кетті алаңнан. Дегенмен ойыншылар өзгергенмен ойынның нәтижесі енді өзгермейтін секілді өткені. Енді Ордабасы қосалқы құрамын шығарып берді ғой Астанаға. Осыны пайдаланып Астана 10 гол соғып немесе 3-0, 4-0 қылып есеңгіретіп жіберсе, бұл әділдік болмайтын еді. Сондықтан қазір джентльменский поступок болады. Осылайша есеп 2-0 күйінде қалады. Соңғы минуттарда айып соққысы белгіленген, бірақ бұл жерде соққы бағыттаған жоқ, айттым ғой. Кімге керек қазір гол? Астанаға да керек емес, Ордабасыға да керек емес. Қазір Ордабасы командасы соңғы минуттарда айып соққысын тебетін болады. Асхат Тағберген допты нүктеге қойды. Көрейік, бұл шабуылдан, бұл стандарттан Ордабасылықтар гол соға алады ма?
ғана Асқаттың добы қақпадан қиысып кетті. Сәл ғана. Ойын аяқталды. Есеп 2-0. Астана Ордабасын ұтып, өзінің басты бәсекелесін қазір тізе бүктіріп отыр. Нәтиже елордалық жанкүйерлердің көңілінен шыққанмен шымкенттік жанкүйерлерге ұнамайтыны белгілі. Дегенмен бұл футбол біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Ал ойында кім негізгі ойыншыларын шығарды, кім қосал құрамын шығарды, оны бас бапкер мен сол клубтың жетекшілері жауап беруі керек. Ассалаумағалейкум, Асқат. Жағдайың қалай? Ал амансың ба? Бүгінгі ойын жайлы қысқаша бір-екі ауыз жанкүйерлерге. Сборныйдан кейін ойындарда өте қиын болады дейді. Енді содан кейін қиындау болды. Маған да шамалы демалыс берген 90 минуттан ойнағаннан кейін. Енді алданғы ойындарға дайындала береміз енді. Алдымызда әлі Ақтөбе, Тобыл командалары бар, соларға дайындаламыз. Я, неліктен Асқат қосал құрамда ойна қалды? Шаршап қалды ма деп жанкүйерлер сұрап жатыр. Сол шаршағандық қой, сол 90 минут екі эмоциональный да болды, физический да не болды. Аха, все. Содан кейін енді осы тренерский штаб сөйтіп шешкен деп ойлаймын. Бауыржан Исламхан неге шықпады? Ауырып қалды. Тамағынан ұстап ангина болып болды. Осы жаққа келген, бірақ түнімен температура болып сонымен жатып қалды. Көзіңде бәрі жақсы ғой? Иә. Ал жақсы, Асқат, сәттілік тілейміз. Ассалаумағалейкум, Абатжан, қалайсың? Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Ойын жайлы қысқаша бір пікіріңді, бір ауыз ешегі. Көрдіңіздер ғой ойынды. Иә. Сәтті бірінші тайм ойнағандай болмады енді. Көп мүмкіндіктер болды, бірақ сала алмадық. Бапкердің айтуымен екінші тайм қиналып, Аллах қалауымен салып, өзгерттік. Қуаныштымын жеңіс жеткеніне. Иә. Өзің кешегі Данияға соққан голдан кейін қалай аяқтың ба бұлай? Аслан, құтты болсын. Уақытында жиналып білу керек. Жиналып уже перестроились мына қазақстанский чемпионатқа. Өзің қалай бүгін негізгі құрамда алғаш рет шығып тұрсың 4-ші турда? Қалай денсаулық, физикалық тұрғыдағы? Жақсы. Беліммен сәл жарақат болды, шамалы қиналып қалдым сезонның алдында. Қазір айығып командаға көмектесіп жатқаным өте қуаныштымын. Ары қарай жалғастырамыз деген ойдамыз бұйырса. Тамаша. Ал Ордабасының мынау Исламхан шықпады, тағы бірген шықпады деп жанкүйерлер мына жақта байбаламсап жатыр. Неге бұл бұлай болды? Келісілген ойын ба деген де сұрақтар туып жатыр. Ол жағын мен білмедім. Ол жағын білмедім. Рахмет, сәттілік тілейміз, Абатжан. После сборных игроки возвращаются в таком состоянии, что нужно время для того, чтобы их адаптировать опять к чемпионату, потому что для нас это ключевые игроки. Мы не имеем права рисковать ради одного матча ключевыми игроками. В июне еще есть матч сборной, да, Сан-Марино, потом с Ирландией, на выезде тем более. Получается, мы уже заранее знаем, да, у вас там сборники на следующей игре в чемпионате Казахстана остаются в запасе, или это только против Астаны у вас? Это не только против Астаны, для этого должны сложиться факторы, которые будут сразу определять это все. Если футболисты будут в нормальном состоянии, у нас будет нормальное время, они будут играть вот так, как играет Ирланов, так, как играет Тагиберген, пусть немножко времени. Судьба тренера, она очень короткая, поэтому мне важно подготовить команду к следующему матчу. Вы сами здесь говорите, да, что судьба тренера это короткая, но вы полностью берете, да, ответственность за сегодняшний состав и результат? Конечно, я же тренер. Никто не вынуждает вас, да, что второй состав выпустит против главного соперника за чемпионство? Я же еще раз говорю, я не могу объяснить необъяснимые вещи. Я не оправдываюсь, а объясняю вам. Вы хотите слышать то, что вам хочется услышать, поэтому я здесь ничем не могу вам помочь. Баспасөз мәслихатындамыз. Қазір ғана Ордабасының бас бапкері қосал құрам шығару бұл мәжбүрлік деді. Оны біреу мәжбүрлемеген, өзі Исламхан ауырып қалған, тағы бірген ұлттық құрамадан шаршап келген деген сияқты осындай себептерді айтты. Сіздер сенесіздер ме осы Седневтің жауабына? Мен сенбедім. Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Бүгін мынау Астана аренада
кезекті жеңіс басты қарсыластарының бірі Ордабасының тұтар. Көңіл күй қалай, ойын қалай болды жалпы? Он жақсы болды, ең барша ең бастысы ұтқаны жақсы болды. Өйткені сбордан кейін Қазақстан құрамамен ойнаған дайынымен психология кішкене нет қаласың. Ең басты жеңіс дұрыс. Жақсы көңілмен қазіргі келесі ойынға дайындаламыз. Сол. Керемет атмосфера болды, күшті болды бүгін. Ұлттық құрамада сендермен бірге ойнаған Асқар Тағдырген, Бауыржан Исламхандар қарсылас командадан шығып сол сендерге ойын сәл жеңілірек болды ма әлде бұл жігіттермен? Жоқ, жеңіл болған жоқ. Жалпы жоқ, қарсылас команданың енді ойын алдындағы осындай ойынға берген негізі құрамыз аяқсын көргенде таң қалмадыңдар ма әлде алдын ала білдіңдер ма бұл жігіттерді шығып? Жоқ, оны білмедім. Ойыннан ойынға өзіміз нетеміз, дайындаламыз. Бізге бәрібір кім ойнайтын, кім ойнамайтын. Мысалы Дания ма, Словения ма, Ордабасы ма, Қайрат па. Жеңіске ғана нетеміз, нәтиже жеңіс ғана болсын деп соған поляға шығып ойнаймыз. Астанаға бірнеше жаңа ойыншылар келді, бұрын Араян қайтып келді дегендей. Жалпы жігіттер қалай екен, бабында ма екен, қаншалық көмектесіп жатыр? Бірінші ойын ғой қазір. Оларды білеміз. Араяны білем. Кім жаңа ойыншы келген Игорьді көріп жатырмыз. Өте мықты ойыншылар. Өте качественный, квалифицированный. Көмектеседі бізге осы сезон ойыншы ұзын болады. Көмектесетін деп ойлаймыз. Сенеміз соған. Бүгін енді басты бәсекелестерінің бірі Ордабасының тұтқындар. Жалпы Ордабасы жайлы не айта аласың? Қандай команда? Мықты команда. Мықты команда. Бірінші тройкаға кіретін деп ойлаймын. Астана, Ордабасы, Ақтөбе осы үш команда кім чемпионға қатысатын командалар деп ойлаймын. Мықты команда. Ойыншылар квалифицированный, жақсы ойыншылар. Сборында басқа құрамаларында ойнайды. Бүгінгі жеңісті кімдерін арнайсыңдар? Жалпы бас бапкердің туған күнін арнаймыз деп шықтық. Соған да арнаймыз. Ең бірінші жанкүйерлерге, біздің отбасымызға, семьяларымызға, ата бабаларымызға. Әзірге оразаңыз қабыл болсын. Рахмет. Ашқан жоқсыз ойын алдында. Жоқ, сборында ашқан жоқпын. Қалай стартта ойнадыңыз бірінші тайда, тем более мынандай Ордабасымен сильно қиын болған жоқ. Жоқ, нормально. Үйрек қалғанбыз уже. 8 жыл болды уже. Өзің физикалық тұрғыдағы жалпы өзіңді сезінуің қалай? Жаңа Ордабасының жаттықтырушы айтып жатыр, тағы бірге Исламхандар шаршап қалды ұлттық құрамада жүріп тұр. Солай шығар, мен білмеймін, мен бас бапкер емеспін ғой Ордабасының. Өзіңнің функционалдық дайындығың бәрі жақсы? Ja, конечно, тамаша. Сәттілік. Рахмет. Құттықтаймын жеңіспен. Өзіңнің бұрынғы командаңа қарсы ойнадың, жалпы бүгінгі Ордабасының тұтқандағы әсері қалай, ойын қалай болды? Біріншіден ассалаумағалейкум барлық жанкүйерлерге, Астананың жанкүйерлеріне енді с победой, жеңіс құтты болсын. Енді біртүрлі сәл болды, енді мен осыған 4 жыл енді Ордабасыда ойнап жүргеніме, енді бұрын командама бірінші рет қарсылас болып ойнадым, енді біртүрлі сәл болды енді. Бірақ ойында уже бәрін ұмытасың ғой, ойында уже өз командаңа ойнап түрлесетесің. Шымкенттік жанкүйерлерге бір айтатын сәлем. Иә, шымкенттік жанкүйерлерге әрқашанда сәлемін айтамын. Рахмет оларға көп осы мені қолдап жүр, осы Астана клубына ауысқаныма да қолдап жүр оларға. Үлкен алғысымды айтқым келеді оларға. Абат, жеңіс құтты болсын. Рахмет. Бүгін ойын қалай болды, жалпы қарсыластар жайлы не айтасың? Ойын туралы айтып кететін болсақ, бірінші тайм мүмкіндіктер болды, саламадым. Қиындау болды сол жағы. Бірақ екінші таймға бапкердің айтуымен шамалы өзгерістер орнатып, екінші таймда әйтеуір дегенімізге жетіп гол салып, ойынды өзгерттік. Бірінші соққың қақпа бағанына тиген соққың жайын айта аласың? Қайсы? Бірінші тайм. Иә. Бәрін вроде ойдағыдай істедім, бірақ чуть не повезло дейді ғой қазақшасы қалай. Жол болмады, сәттілік жетіспеді. Иә. Ал екінші голда жаңа Маринге нәтижелі пас шығаратын кезде Маринді көрдің ба? Иә, Маринді көрдім, иә. Маринді көрдім. Көріп берілген пас. Бүгінгі жеңісті кімге арнайсыңдар? Жеңісті, бүгінгі жеңіс, кстати, бүгінгі жеңіс біз құрметті Константинович Бабаянға арнаймыз осы жеңіс. Бүгін туған күні соған екі есе мотивациямен шықтық. Сол кісіні қуантайық деп.
Ал енді бүгін өздерің басты бәсекелестерін Ордабасын өттіңдер. Ақтөбе ұпай жоғалтты, тобыл тең түсіп қалды. Жалпы Ақтөбенің тобылдың нәтижесімен таныс болып шықтыңдар ма? Ұпай жоғалтқан жоқ, біз ұпай жоғалтқанын білген жоқпыз. Ойынға олар өткен үлгермедік. Біз оған қарамаймыз да, біз ең бастысы өзіміздің қарсыластарымыз. Каждый қарсыласты жеңсек, ешқандай проблема болмайды деп ойлаймын. Ең бастысы қарсыласқа қарамай, кім қалай ойнаған, өзіміздің алдағы тұрған командаларды жеңуге тырысу керек әр ойында. Ордабасының құрамында естіген кезде тағы бір ген жоқ болды, Исламхан жоқ болды. Ол жаңағы шыны керек. Таң қалдыңдар ма әлде күттіңдер ме? Жоқ, таң қалған ештемесі жоқ. Ол бапкер шешеді, ол жақта не болып жатқанын білмеймін. Шыны керек. Өз командам болса жарайды, әрине айтар едім. Ол жаққа араласпаймын. Исламхан ауырып қалды деп жатыр, хабарласпады ма? Солай шығар. Мен шықтым ойыннан, енді балдармен хабарласам. Ал енді өткен жолғы тағы өзіңнің тарихи голың жайлы айтайық, Данияға келген. Қалай енді сол голды ұмыта алдың ба? Жалпы сол күні сұхбат ала алмай қалдық, өзіңнен көңіл күйің болмады, қызыл қағаз алған соң деп еді. Көңіл күйің қалпына келді ме? Көңіл күйім қалпына келді, иә. Неге мен бердім сұхбат. Жақсы, 2 күннен кейін, 2 күндей қуандық, 2 күннен кейін чемпионатқа оралып, чемпионатқа. Жоқ, командадағы өзге әріптестерің айтты да, Абатты қайда деп, Абаттың көңіл күйі жоқ. Жоқ, ондай ешқандай көңіл күй, бұндай Данияны отқан кезде ондай қалай көңіл күйді түсіресің. Бүкіл команда Қазақстанға қуаныш болды үлкен. Әлі де жалғаса берсін осындай жеңістеріміз иншалла. Сол. Жалпы қызыл қағаз алып қалдың деп өкінбейсің ғой, Сан Мариноға қарсы ойын. Енді әрине бар ғой, бірақ қайтеміз, оны өзгерте алмаймыз. Әрі қарай тек жұмыс істеу керек, әрі қарай күту керек. Қалай болады? Сол. Сол голдан кейін жұрттар жол бермейді, қайта-қайта сөз кете береді, Рас. Тағы гол соқсаң, қайталайсың ба сен? Абат, гол соқсаң, тағы қайталайсың ба солай? екінші рет қайта алмайды. Жақсы, рахмет. Астана Ордабасы арасындағы матчта жасалған шағын влогымыз осымен тәмам. Елордалықтарды жеңісімен құттықтаймыз. Ордабасылық жанкүйерлерге көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Шымкенттік командада алдағы уақытта жеңе жатар деген тілектеміз. Сіздерге бүгінгі влог ұнады деген ойдамын. Ойыншылардың сұхбатын өздеріңіз тыңдадыңыздар. Жігіттердің көңіл күйі жақсы. Жеңілген жігіттер де үн жұрғасын түсіріп тұрған жоқ. Алдағы уақытта олар да жеңістен келетініне сенеді. Бастысы қазақ футболы жеңсін. Сіз жанкүйер болатын команда әрдайым чемпион болсын.